графикке арыз береміз, бірақ банк бар, микроқаржы ұйымы бар, коллекторлар бар, бәрі бас тартып жатады. Шот бәрі жабық. Осындайда не істерімізді білмейміз. Қандай шешімдер қабылдау керек, мәселені қалай шешу керек, қандай әрекеттер жасау керек, соны білмей сарсаң-керсенге түсеміз. Дәл осындай сұрақтармен көп адамдар бізге жүгінеді. Соған байланысты біз арнайы сабақ дайындадық. Сол сабақтың ішінде егер де график бермесе, қандай мәселелер туындайды, қандай жағдайлар орын алады, және не істеуге болады, және қандай қатер күтіп тұр, соның бәрін көрсетіп сабақ дайындадық. Осындай жалпы көңілде жүрген график бермесе не болады, график бермесе мен сотталып кетемін ба, график бермесе мені сотқа беріп бірден өндіріп ала ма, менің ағайын туған туысқанымның алдында немесе үстіндегі мүліктерін, үйіндегі мүліктерін тартып ала ма, шоттарын жауып тастай ма деген көптеген сұрақтар туындайды. Осының барлығына жауап біздің график бермесе не болады деген сабағымыз бар. Соны алыңыздар. Соның ішінде барлығы тайға таңба басқандай сіздерге көрсетілген. Және де соның ішінде әрмен қарай қадамдарға байланысты. Мысалы үшін графикке бас тарту арызы келді, не істеу керек? Соған байланысты. Заңдылығын тексеру дегеніміз не? Қаржыны реттеу агенттігіне қалай шағымдану керек? Президентке қалай арыздану керек? Мінекей осылардың үлгілері бәрі бар. Сонымен осы сабақты алсаңыздар болады. Бұл сабақ кімге керек? Біріншіден график ала алмай жүрген адамдарға керек. Немесе осы салада кредитті реттеу саласында адамдарға қызмет ұсынып, кәсіпкерлікпен айналысып жүрген бауырларымызға керек. Олар өзінің проблемасын шешуге пайдалана алады. Өйткені біздің сабақты алған адамдар қазір безотказно жауап алып мәселелерін шешіп жатыр екен. Ал сабақ аламын дейтін болсаңыздар, біздің WhatsApp нөмірлерге жазыңыздар.